Hello everyone. Бүгінгі сабақта can және could модальді етістіктермен танысамыз. Let's get started. Модальді етістіктерді бір істі жасай алатын қабілеттің бар жоғын білдіру үшін, бір істі жасауға міндетті немесе міндетті емес екенімізді білдіру үшін, біреуге ақыл кеңес айту үшін қолданамыз. Олар өздері жеке қолданылмайды, негізгі етістіктермен бірге қолданылады. Мысалы, can swim, must see, have to come, should eat. Can, must, have to, should, might деген етістіктер, бұлар модальді етістіктер. Олар өздері жеке қолданылмайды, осы негізгі етістіктермен бірігіп қолданылады. Ал қазір can модальді етістігі туралы білейік. Can модальді етістігін бір нәрсені істей алатын қабілетті білдіру үшін қолданамыз. Мысалы, I run very fast. Мен өте жылдам жүгіремін. Ал мен өте жылдам жүгіре аламын деп айту үшін can модальді етістігін көмекке шақырамыз. I can run very fast. Мен өте жылдам жүгіре аламын. He can speak English. Ол ағылшын тілінде сөйлей алады. Can speak сөйлей алады. Жанар can ride a bicycle. Жанар велосипед айдай алады. Тағы бір мысал, I'm not in a hurry. Мен асығып тұрған жоқпын. I can wait for you. Мен сені күте аламын. Бұл мысалда can мүмкіншілікті білдіреді. Яғни асығыс болмағандықтан менің сені күтуге мүмкіндігім бар. Күту қиындық тудырмайды. Can'ның сөйлемдегі орны. Бірінші subject келеді. Plus can plus infinitive. Subject бастауыш, can модальді етістігі, одан кейін infinitive негізгі етістіктер. Негізгі етістіктер read, walk, draw және тағы да басқа. Can барлық жақтарға бірдей. I can, we can, you can, they can, he can, she can, it can. Мысалы, she can write. She cans write деуге болмайды. Барлық модальді етістіктерден кейін to қоюға болмайды. Out to'ден басқа. Мысалы, can to speak деп айту қате. Ал істей алмаймын, қалай жасау керек екенін білмеймін деп айту үшін can'нан кейін not жалғаймыз. Cannot қысқартылған түрі can't. Can't деп те, can't деп те дыбыстауға болады. Мысалы, I can cook бешбармақ, but I can't make a cake. Мен бешбармақ пісіре аламын, бірақ торт пісіре алмаймын. They can't come tomorrow. Олар ертең келе алмайды. Яғни олардың ертең келуге мүмкіндігі жоқ. Ал сұрақ қою үшін бар болғаны can'ді бастауыштың алдына шығарамыз. Екеуінің орнын ауыстырамыз. Can he drive a car? Ол көлік айдай алады ма? Yes, he can. Немесе no, he can't деп жауап беруге болады. Ал егер арнайы сұрақ қойсақ, мысалы, сен не істей аласың деп сұрау үшін what сұраулы сөзін қолданамыз. What can you do? Сен не істей аласың? Сұраулы сөздер сөйлемнің басында, can'ның алдында келеді. Could модальді етістігіне тоқталайық. Could модальді етістігі can етістігінің өткен шақтағы формасы. Мысалы, I could draw a picture when I was 3 years old. Мен 3 жаста болғанымда сурет сала алдым. Бұл мысалда өткен шақты көрсетіп тұрғандықтан етістіктерді де өткен шақ формасында қолданамыз. Was етістігі де өткен шақ формасында қолданылған. When I was 3 years old. I was be етістігінің өткен шақтағы формасы. Aslan couldn't do his homework yesterday because he was ill. Аслан кеше үй жұмысын орындай алмады, себебі ол ауырды. Сұраулы сөйлемде could бастауыштың алдына қойылады. Could you read when you were 5 years old? Сіз 5 жаста болғаныңызда оқи алдыңыз ба? Егер бұл сұрақтарға қысқаша жауап беретін болсақ, yes, I could, немесе no, I couldn't деп жауап беруге болады. Егер біреуден бір нәрсе істеуін өтінсек,
can you, could you деп бастап сұрай аламыз. Мысалы, can you open the window please? Немесе, could you open the window please? Терезені ашып жібересіз ба өтініш? Could you pass me the salt please? Немесе, can you pass me the salt please? Тұзды беріп жібересіз ба өтініш? Ал егер рұқсат сұрайтын болсақ, can I, could I деп бастап сұрай аламыз. Мысалы, can I sit here? Немесе, could I sit here? Мұнда отырсам бола ма? Could I use your pen? Немесе, can I use your pen? Қаламыңызды қолдансам бола ма? So, okay, that's it for today. If you like my videos, please subscribe to my channel. Bye bye.